Енді қазақ халқы салт дәстүрге бай халық қой негізінен. Енді айта берсең көп, соның ішінде енді біреуін айта кетейін, оның ішінде қырқынан шығару. Ол жаңадан туылған баланы 40 күннен кейін тырнағын алып, және де жуындырып, сол 40 күннен кейін баланы қырқынан шығарады. Қазақ халқы салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптарға өте бай халықтардың бірі. Ежелден қалыптасып, қазірдің өзінде бір ұлықталып, дәріптеліп келе жатқан дәстүрлер баршылық. Мысалы, қазақ халқы салт дәстүрлерді қыз келіншектерге бөлек, балаларға арнап, немесе ересек адамдарға, жылқыға, жануарға байланысты түрлі әдет ғұрыптар бар. Мысалы, жаңа түскен келінді алатын болсақ, бет ашар дейді, халықтың алдында, былайша айтқанда, домбырамен қыз келіннің бетін ашу бұл бір дәстүр. Сонымен қатар сырға салу деген бар. Бұл да мысалы қыз келіншектерге арналған дәстүрлердің бірі. Немесе кішкентай баланы келетін болсақ, сүндетке отырғызу, оның тұсауын кесу және тағы да басқа дәстүрлер бар. Дегенмен қазіргі таңда ұмыт болып бара жатқан әдет ғұрыптарымыз да бар. Мысалы, жау жүрек деген дәстүр. Жау жүрек деген дәстүрді мысалы қазіргі жас келген ұрпақтың көбісі біле бермейді. Мысалы, бұл дегеніміз өзінің баласы, қызы немесе туған туыстары алыс жолға шығып бара жатса, анасы өзінің қызына немесе ұлына малдың жүрегін пісіріп, қуырып, қателеспесем беріп отырған. Яғни сырт жақта баласы батыл болсын, ер жүрек болсын, қиыншылықтарға мойымасын деген бір ниетпен, тілекпен осындай тағамды ұсынады екен. Бұл мысалы қазір ұмыт болып бара жатқан дәстүрдің бірі. Қазақтың дәстүрі енді жалпы бала туылғаннан бастап қазақтарда жаңағы көптеген салт дәстүрлер бар ғой. Енді туылғаннан бастап енді айтатын болсақ, жаңағы шілдехана, бесік той деп жатады. Оның жаңағы тұсауын кесу, қырқынан шығару балаң, енді ол баланың кішкентай кезіндегі мерекелердің жаңағы салт дәстүрлердің бірі. Қазақтың қандай дәстүрлерін білем. Жалпы ашамайға отырғызу деген өте керемет дәстүрді білемін. Мұны жалпақ тілмен айтқанда атқа отырғызу деп айтады. Ең бірінші кезекте баланы 5-6 жасқа толғанда атқа мінгізеді дейді. Алайда ежелгі қазақтарымыз 2-3 жастан бастап атқа мінгізген. Бала өзі ұстап отырмаса да, немесе үлкен адамның артына, немесе алдына отыратын болған. Ашамайға отырғызу дәстүрі өте жақсы дәстүрлердің бірі. Балаға кішкентай кезінен санасына сіңіру біздің ұлтымыздың негізгі қасиетін, даналығын сіңірудегі негізгі мақсат осында болып отыр. Ашамайға отырғызғанда білу керек жайт, ол бала үшін арнайы жуас атты туылғаннан тағайындайды. Мынаның аты, осыған сен отырасың дегендей барып. Сонымен қоса ол үшін арнайы ашамай жасалады. Сол ашамайға отырғызып, және ол үшін де арнайы тоқып береді екен. Нені айтылай деуші еді, қамшыны тоқып өзінің қолына ұстатады екен. Қазақ дәстүрлері дегенде жалпы енді қазақта туылғаннан бастап, бесік тойынан бастап, мүшел жастары 75, 80, 88 жас па, сондай бойынша қазақтарда енді дәстүр туылғаннан бастап, бесік тойынан бастап, әрі қарай осы бір тұсаукесер тойы, жалпы атқа мінер, тоқымға қар тойлары, мүшел жастар бар, 13, 25, 37 деген секілді осындай дәстүрлер өте қатты халықтың, қазақ халқының жалпы мәдениетін ұлғайтады деп ойлаймын.